Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы педагогикалық ұжым басқарудың объектісі мен субъектісі ретінде. Бүгінгі дәрістің жоспарында қарастырылатын сұрақтар. Педагогикалық ұжым дамудың нақты заңдылығымен әрекет ететін феномен. Екінші, педагогикалық ұжым білім беру сапасын басқарудың объектісі ретінде. Және үшінші қарастырылатын сұрақ басқарудың негізгі элементтерінің сипаттамалары, яғни мақсаты, құралдары, білім беру үдерісі жөнінде бүгінгі дәріс барысында осы сұрақтарды қарастырып өтеміз. Ең алдымен педагогикалық ұжым дегеніміз не? Соған тоқталайық. Педагогикалық ұжым бұл педагогикалық көзқарастарының, сенімдері мен іс-әрекеттерінің бірлігімен ұйымдасқан оқу тәрбие мекемесі қызметкерлерін біріктіреді. Яғни оған мұғалімдер, тәрбиешілер, директор, оқу ісінің меңгерушісі, мектеп дәрігерлері жатады. Басқару қағидаларына анықталған тұрақтандырылған басқару заңдылықтары жатады. Менеджмент және мектепішілік басқарудың негізгі заңдылықтары ол оқу тәрбие жұмыстарын басқару, реттеу сапасын қадағалау. Мектепішілік менеджменттің заңдылықтарына талдау, мақсатқа жету, басқарудағы еркіндік және мұғалімдердің түрлі басқару жұмыстарына дайын болу жатады. Ал негізгі қағидаларына мыналар жатады. Педагогикалық жүйені басқарудың еркіндігі, басқарудағы жүйелік және орталықтандыру, бірігушілік және ұжымның оң қарым-қатынасы, педагогикалық жүйені басқаруды ақпараттың толықтылығы менен шынайылығы. Педагогикалық жүйені басқаруды тек ықпал етумен ғана шектеп қоюға болмайды. Мұнда ұйымдастырушылық, бірігіп басқару және өзін-өзі басқару білуде маңызды рөл атқарады. Заманауи менеджментті басқарудың классикалық мектебінде, яғни осы файлдың басқару бойынша 14 негізгі принциптерді қарастырған. Атап кетсек, яғни еңбек бөлінісі, билік жүргізу, тәртіп, дара басшылық, бірлесу, бағындыру, қызметшілерге ақы төлеу, бір орталыққа бағындыру, қызмет иерархиясы, әділеттілік, қызмет тұрақтылығы, инициативалық, корпоративтік рух және ретке келтіру. Басқару циклі бұл мақсат қою, жоспарлау, дайындық, жүзеге асыру, анализ және бақылау, қорытынды фиксациясы, ой толғауы және диагностика жатады. Енді осының ішінде кейбір принциптеріне тоқталып өтейік. Яғни соның ішінде дара басшылық принципі. Жұмысқа өзінің тікелей бастығының ғана жарғы алып, оны орындауға тиіс іс бірлігі. Әр адамға ісі белгілі бір бағытқа жұмылдыруы қажет. Әр топ, ұйым бір мақсатты орындау жолында бірігіп, бір жоспармен жұмыс атқару керек. Көпшілік мүддесіне жеке адамның және жеке топтың мүддесіне, кәсіпорын мүддесіне жоғары болмауы керек. Сондай-ақ отбасының мүддесі оның әр мүшесіне жоғары болады. Ал қызметшілерге ақы төлеу, атқарылған жұмысқа ақы төлеу әділетті болуға тиіс. Және бар мүмкіндігінше ол қызметкерді, кәсіпорынды жалдап алушыны және жалданушыны да қанағаттандыруы тиіс. Қызметкерлерге ақы төлеу олардың әрқайсының қосқан еңбек үлесіне сәйкес келуі шарт. Бір орталыққа бағындыру бұл жалпы табиғи қажеттілік. Әрбір элементтік ұйым бір орталыққа бағынып, жарлықпен кәсіпорынның әр құрылымымен жұмыс істеуге тиісті. Бір орталыққа бағыну принципі жалпы еңбек өнімділігін арттыруға бағытталған. Қызмет иерархиясы. Бұл ең төменгі деңгейден бастап, ең жоғарғы деңгейге дейін басқару қызметінің орны. Мұның негізгі принципі төменгі қызметтегі бастықтар өзінің ең жоғарғы бастықтарға бағыну керек. Оның жарлығымен жұмыс істейді. Ал ретке келтіру, яғни ретте ұстау, әр адам өз орнында болу керек. Белгілі бір орын әр адамға белгіленеді. Әр адамды реттеп ұстау бәрінің де өз орнында ретте болу деген сөз. Ал әділеттілік бұл шындығын айту, әділетті болуы, заңдылыққа сүйену басшыларға тән принциптердің бірі. Бұл рақымшылықтың және адамгершіліктің жиынтығы деп те айтуға болады. Қызметшілердің тұрақты жұмыс істеуі бұл ұйым жұмысының тиімділігіне әсер ететін фактор. Сондықтан да басты нәрсе бұл жұмыс күшінің тұрақсыздығымен күресе білу керек.
Ол үшін әр адамның жұмыс орнына еңбек етуіне, өмір сүруіне мүмкіншілік жағдай жасап, оның қажетін қанағаттандыру басты міндет болып табылады. Ал инициативалық бұл әдетте бұл ұғымды жоспар жасап, оны жүзеге асыра білуді айтамыз. Бірлесу бұл қызметкерлердің бірлесіп атқарған ісі әрқашанда жемісті болады. Бір одаққа бірігу бұл үлкен күш, сондықтан да бірлесу принципінің маңызы аса зор. Жалпы білім беретін мектептер күрделі динамикалық жүйе ретінде мектепішілік басқару объектісі болып табылады. Мектепішілік басқару тиімді нәтижелерге қол жеткізу мақсатында тұтас педагогикалық үдерістің объективтік заңдылықтарын тануға негізделген, оған қатысушылардың мақсатты, саналы өзара әсерлесуі. Ал тұтас педагогикалық үдеріс қатысушылардың оның басқарудағы өзара әсерлесуі өзара байланысты. Яғни педагогикалық талдау, мақсат қою, жоспарлау, ұйымдастыру, бақылау, реттеу мен түзету тәрізді әрекеттер мен функциялардан тұрады. Басқару объектісі ретінде келесілер алынуы мүмкін. Яғни мысалы үшін биологиялық жүйе, табиғи орта, адамдық өркениет, әлемдік экономика, мемлекет, оның экономикасы, аймақ, сала, кәсіпорын адамдарының ұжымы, жанұя, жеке адам, техникалық жүйе немесе техникалық құрал, көлік, әртүрлі құбылыстар, үрдістер, ресурстар және тағы да басқалары. Осындай объекттердің барлығы өздеріне ғана тән ерекшеліктерге ие болғанына қарамастан, оларды басқару жалпыға бірдей заңдарға, принциптерге, ережелерге және әдістерге бағынады. Басқарудың объектісі мен субъектісінің арасында тура және кері байланыс болады. Тура байланыс бұл басқару объектісін субъекттен түсетін әмірі. Ал кері байланыс бұл басқару субъектісіне объектіден әмірдің орындалғаны және оның жағдайы туралы түсетін ақпарат. Басқару объектісі мен субъектісінің жиынтығы тура және кері байланыстармен бірге басқару жүйесін құрайды. Басқару жүйесінде басқару объектісін басқарылатын жүйелік, ал субъектісін басқаратын жүйелік деп жиі айтылады. Басқару жүйесін бірқатар жалпы шарттары сипаттайды. Басқару субъектісі объектіге берілген мақсатқа сәйкес ықпалын жүргізеді. Бұл үшін басқарылатын жүйе белгілі басқару объектісіне көрсетілген ықпалынан кейін оның жағдайы қандай екенін анық білуі керек. Мақсатқа анық бет бұру үшін басқару субъектісіне объектіге ықпал көрсетілгенше және көрсетілгеннен кейінгі жағдайлары бойынша ақпарат түсіп отыруы қажет. Басқаша айтқанда, басқару жүйесінде тура және кері байланыс айқын түрде ұйымдастырылуы керек. Жүйелі тәсіл бұл басқару объектісін жүйелі ретінде зерттеуге негізделген ғылыми, танып білу және әлеуметтік тәжірибе әдістемелерінің бағыты. Бұл тәсіл басқару объектісінің жағдайына және серпіндігіне ықпалын тигізетін барлық негізгі факторларды ескере отырып жүзеге асыратын кешенді зерттеуге негізделген. Соныменен, құрметті студенттер, басқару жүйесіндегі яғни педагогикалық ұжымның арасындағы қарым-қатынас, мен сол жөнінде бүгінгі сабақта біздер, яғни дәрісте өзімізге қатысты анықтамаларменен, осы тақырыпқа қатысты анықтамалармен біздер яғни тоқталып сипаттама беріліп кетті. Ал енді педагогикалық үдерістің тиімділігін көрсететін маңызды көрсеткіштерге бұл педагогикалық және оқушылар ұжымдарының арасындағы моральдық психологиялық климат, ата-аналар мен оқушылардың педагогикалық деңгейлері болып есептеледі. Яғни әрдайым үштік бірліктің тұтастығы сақталу керек. Ол яғни мектеп, яғни ол ата-ана және оқушы. Мектепте отқанымыз мектептің ұжымы жатады. Яғни мектепте қызмет ететін қызметкерлер жатады. Яғни оны біз педагогикалық ұжым деп атап кеткен болатынбыз. Сол педагогикалық ұжым және ата-ана және оқушының арасындағы бір-біріне деген байланыс үзілмеу керек. Яғни сол байланыс үзілмеудің нәтижесінде ғана сапалы білім мен саналы тәрбиенің нәтижесі болады. Біз осыны әрдайым есте
есте ұстауға қажетпіз. Біздер енді әрі қарай сабағымызда осы әрі қарай талдау жұмыстары практикалық семинар сабақтарда өткізіледі. Осыған байланысты қосымша әдебиеттермен жұмыстанасыздар, ақпараттармен жұмыстанасыздар, және де қандай да бір ғалымдардың еңбектеріне сүйене отырып талдау жұмыстарын жүргізуге болады. Ал СРС және СРСП тапсырмаларында осы жоспарда қарастырылған негізгі сұрақтарға талдау жұмыстарын жүргізе отырып, яғни анықтамалармен жұмыс жасайсыздар. Осыменен, құрметті студенттер, біздің дәрісіміз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.